Нөмір 11-да 47 СРСК 2000 роторлы экскаваторы экипажының мінсіз әрі өнімді жұмысы әріптестерін ғана емес, компания басшылығының да ризашылығын тудыруда. Құрылымдық бөлімшелердің еңбек ұжымдарымен кездесулерінде компанияның бас директоры бұл ұжымды бірнеше рет үлгі етіп, көрсетіп, пайдалануға берілгеніне 37 жыл болған техниканың тамаша күйін ерекше атап өткен еді. Белгілі болғандай, табыстары қарапайым. Кеншілер барлық техникалық регламенттерді қатаң сақтайды, тазалық пен жөнді жұмыстарын дер кезінде жүргізеді және әрқашан жұмыла еңбек етеді. Бригадамыз өте ұйымшыл, әрқашан көмекке келуге дайын, тек жұмыста ғана емес, жұмыстан тыс уақытта да. Ал экскаваторда маған нақты бекітілген тораптар, ротор жебесі мен ротор дөңгелегін бақылауда ұстау. Машинист көмекшісі Александр Ушаков өзі жұмыс істейтін экскаватордан жас және мұнда салыстырмалы түрде жақында ғана орналасты. Бірақ техниканың қыр-сырын жақсы меңгеріп алған. Ол компаниядағы еңбек жолын шөмішті экскаватордан бастаған еді. Бұл техниканы шөмішті ЭКГ-мен салыстырғанда әрине айырмашылық бар. Екеуі екі бөлек. Мұнда тораптар мен механизмдер өте көп. Сондықтан өз ерекшеліктері бар. Біріншіден, мұнда 3 роторлы таспа және ротор бар. Мен ротор бәсеңдеткішіне, роторға және ротор жебесінің конвейеріне қызмет көрсетемін. Бұл үлкен механизм, сондықтан үлкен зейінді қажет етеді. Александрдың айтуынша, мұнда күн сайын жаңа нәрсе үйреніп, біліміңді жетілдіріп отырасың. Бұл таңғаларлық емес, өйткені экскаватордың ауқымы адамды таңғалдырады. Үлкендігі үлкен ғимараттай болатын бұл машина кешенді тапсырмаларды орындайды және көптеген күрделі механизмдермен жабдықталған. Барлық тораптарға технологиялық регламент және майлау картасына сәйкес қызмет көрсетіледі. Біз тораптың күйін қараймыз, майлаймыз және белгі қоямыз. Әр тораптың өз регламенті, өз мерзімі, майлау нүктелер саны мен майдың нақты мөлшері бар. Осының бәрі ескеріледі және техникалық қызмет көрсету жүргізіледі. Техниканың жақсы күйде болуына және іркіліссіз жұмыс істеуіне бүкіл бригада мүдделі. Кеншілер айтқандай, техника жөндеу кезінде танылады. Дегенмен олар апаттық тоқтаулардың алдын алуға және ақауларды пайдалану барысында жоюға тырысады. По электрической части большая модернизация прошла. Электр бөлімі бойынша өте үлкен жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Тұрақты токтың генераторлары мен қозғалтқыштары жүйесін алып тастап, жиілік түленгіштерін енгіздік. Яғни энергия тиімділігі мен басқару тұрғысынан машина әлдеқайда жақсарды. Сондай-ақ компьютерді пайдаланудың арқасында ақауларды іздеу және оларды анықтау жеңілдеді. Кез келген тапсырма осында орнатылған компьютер арқылы өтеді. Яғни қандай да бір ақау болса, майлау жүрмей қалса, электромашинист компьютер арқылы кез келген ақауды оңай таба алады. Посмотреть компьютер и найти неисправность. Көмір кеніші үшін таңсық естілгенімен, экскаваторды сапалы ұстауда тазалықтың рөлі зор. Әр ауысым сайын мұнда демалыс бөлмелері мен машинист кабиналарында ылғалды тазалау жұмыстары жүргізіледі. Әр бейсенбіде қуатты шаңсорғыштарды пайдалана отырып, ылғалды және құрақ түрдегі жалпы тазалық жасалады. Осындай талаптар электр шкафтарына да қатысты. Бізде алаңсыз жұмыс істеу үшін қажетті жабдықтың бәрі бар. Демалыс, ас ішетін орындар бар. Жуынуға барлық жағдай қарастырылған. Ол үшін техникалық су жеткізіліп тұрады. Сондықтан жайлы жағдайда ас суымызды іше аламыз. Ол үшін басшылыққа ризашылығымызды білдіреміз. Олар да үлкен көңіл бөлуде. Бақылау және өткізілетін тексерістер барлық жағдай, барлығы тиісті деңгейде сақталуына әсер етуде. Экскаватор ұжымы қауіпсіздік талаптарына өте мұқият қарайды. Олар мұнда басты мақсат ауысымнан кейін үйге аман-есен оралу екенін терең түсінеді. Ал бұл үшін қауіпсіздік техникасының барлық ережелерін қатаң сақтап, жауапкершілікті өзіңнен бастау қажет. Осындай үлкен ұжымда тек өз қауіпсіздігін ғана емес, әріптестерінің қауіпсіздігіне де ұқыптылықпен қарауымыз керек. Біз бір ауысымда 5 адам жұмысқа шығамыз және бір-бірімізді қолдауға тырысамыз. Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланамыз тұрақты түрде. Сонымен бірге барлығын қалайда дұрыс жасау керектігін білу маңызды. Ол үшін техникалық регламенттер бар.
Жұмысқа, тәртіпке және қауіпсіздікке деген осындай жауапты көзқарас нөмір 11-47 РСК 2000 экипажына жоғары өтімді көрсетуге және әріптестеріне үлгі болуға мүмкіндік беруде.